Қарағұс қатты ауырса қарап қалмаңыз. Менің керек арнама лайк басып қолдап отырыңыздар. Түрлі бас ауруларының адамды жиі мазалайтыны белгілі. Ол шаршағаннан, күн өткеннен, ұйқы қанбаған, ауа құбылысы әсерінен де болуы мүмкін. Сондықтан біз көп жағдайда оған аса мән бермейміз, жүріп жеңіп кетеміз. Дегенмен бас ауруларына мән бере қараған жөн. Себебі ол қатерлі дерт белгісі болуы да әбден мүмкін. Әсіресе бас жарақ алмағанның өзінде оның туу сырты, яғни қарағұс тұсы қандай да бір салмақ сездіріп, қатты солқылдай ысып, ұзақ әрі жиі ауырса, онда уақыт оздырмай дәрігерге көрінген абзал. Әйтпесе, кей жағдайда денсаулыққа тіпті өмірге тікелей қатер төнуі ықтимал. Бас қатты мазалағанның өзінде тұрақты түрде ауыра берсе де, дәрігерге қаралуды кешіктірмегеніңіз дұрыс. Жалпы қарағұс тұсындағы ауырсыну көбіне түрлі бас жарақаттарынан соң пайда болады. Мысалы, адам құлап, ұрынып, басына әлденеге қатты соғып алған жағдайда миы шайқалған болуы мүмкін. Бас қатты соғылғанда ми ұлпалары зақымданса да, кейін адамды бас ауруларын мазалайтын болады. Дәрігерлер қарағұс неврологиясы үлкен қарақұс жүйкесінің қысылып қалу синдромы деп атайтын кінәрат кезінде науқастың тек қарақұс тұсы қатты ауырып мазалайды. Омыртқа жүйесі немесе мойын сақинасы деп аталатын дерт кезінде осындай жайсыздықты туындайды. Аса сирек жағдайларда адамның қарақұс тұсы ешбір себепсіз ауырып, өздігінен басылып та жатады. Тағы бір айта кетерлігі, кейбір ер адамдарда, әйелдерде де сирек кездесетін қарақұс тұсының ауруы жыныстық жанасудан кейін пайда болады. Бірнеше минутқа ғана созылатын бұл жайсыздықтың себебі әрекет кезінде тым қатты қозудан туындайды. Сирек жағдайларда мұндай күйдің бірнеше күнге дейін мазалайтыны болады. Мұндай ауырсынулардың ең қатерлісі бастың қарағұс тұсына мидың өрмекті және жұмсақ қапшығы арасында қуысқа қан құйылуынан туындайтын инсульт. Ми, қан және ұлпа сұйықтықтары компоненттері арасындағы зат алмасу кезінде түзілетін сұйық орналасу тиіс. Бұл аумақ қанға болады. Ауырсынудың алғашқы белгісі мойын аумағының кенеттен әрі аса қатты сезіледі. Мұндайда науқас жақын адамына бұл жөнінде айтуы, ал ол өз кезегінде тез арада жедел жәрдем шақыру керек. Әрбір минут қымбат. Сәл кешігудің өзі ми ұлпаларына орны толмас залал тигізуі мүмкін. Бас айналуы, көз қарауытуы немесе қарағұс құсының қатты ауыруы, қатты жүрген құсу, лұқсу да осындай қатерден. Ми ісігі, менингит сияқты аурулардан хабар береді. Қысқасы, жоғарыда сипатталғандай жайлардың бәрінде уақыт жоғалтпай зардап шегушіге жедел жәрдем көрсету, дәрігерге шақыру қажет.